Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін үй жағдайында сэндвич жасаймыз. Бұл сэндвич балалар жегенге өте ыңғайлы және балаларға бокстарына салып берсеңіздер болады, және пикникке де алып шығуға ыңғайлы. Сэндвичтарымыздың қамырын илейміз. Қамырының құрамы төменде жазылған. Ыдысқа жылы су, жылы сүт, ашытқы және тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне ұн себеміз. Ұн сеуіп тағы да араластырып, үстіне пісте майымызды құямыз. Осылай ұн себе отыра жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды бірнеше қайтара илейміз. Одан кейін қамырымыз илеп болғаннан кейін үстіне пищевой пленка жауып, орамал жауып, жылы жерге қоямыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Енді қамырымыздың шет-шетін жинап аламыз. Қамырымыз үлпілдек, өте жақсы көтерілді. Осылай қамырымызды шет-шетін жинап, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бірнеше бөліктерге бөлінген қамырларымыздың шет-шетін бүктеп, дөңгелек шар жасаймыз. Және оны оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Осылай бірнешеуін жайып алғаннан кейін бізге пісте май қажет болады. Пісте майымызды алып үстіне жағып шығамыз. Осылай барлығын толықтай жағып, қамырдың екінші шетін бүктеп, және оның екінші шетіне де жағамыз. Енді қамырымыздың екінші шетін бүктеп аламыз. Осылай барлық қамырларымызды әдемілеп жасап шығамыз. Пергамент қағаз төселген ыдысқа салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысы жағылғаннан кейін үстіне кунжут дәндерін себеміз. Алдын ала 180 градус пешті қыздырып, қамырымызды қызарғанша пісіріп аламыз. Сэндвичтарымыз осындай болып пісті. Енді ішіне керекті салмалар мен сыр, шұжық және помидор, қияр және салат жапырақтарын алдым. Осылай бөліктерін аша отырып, әр бөлікке шұжық, помидор, сыр және әртүрлі көкөністер салып аламыз. Сіздер басқа да өздеріңізге ұнайтын көкөністер салсаңыздар болады. Піскен ет, тауық етін де қолданылсаңыздар болады. Өте ыңғайлы және өте дәмді, балаларға әсіресе бокстарына салып берсеңіздер болады. Және пикникке де салып алатын өте ыңғайлы сэндвичтардың бірі. Біздің отбасымызбен осы сэндвичті жақсы көреміз. Табиғатқа шыққан кезде осыны тез арада дайындап аламыз. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Балаларыңызға жасап, бокстарына салып беріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар, және комментарий қалдырсаңыздар өте қуаныштымын. Және менің еңбегімді бағалап, достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше күн жақсы.